Northside, Southside, Westside, Northside Мені тыңдайды сөздерім өйткені оп-оңай жазылған мәтіндерім жеңіл бәрі біледі 10 жастан 40-қа дейінгі адамдарда түсінеді Welcome to motherfucker менің гетто әлеміме Welcome to motherfucker жараланған жүрегіме Ішімдегіні жасырмай сендерге айтамын Өйткені мен өз тыңдармандарыма адалмын жауап жаздым талай пайдасы жоқ MC-лерге Кейін түсіндім олардың тұрмайтынын дәрежеме Өз уақытында түсіндім рэптің шын мәнін Басқалардың дистарына жауап бермей-ақ жырттым Кетті романтик хоми бұл менің мақтанышым Ал Смити мойында Қазақстанның мақтанышы Үлесімді қостым өз стайлымен әртүрлі Соның арқасында Смити MC-ің беделді Альбомға үлестерін қосқан жандарға рахмет Қазақ рэпінің ханы әрі ағама құрмет Аш қазақ броу мәңгілікке жасасын Қарсы шыққандар менің пенисімді асасын Смити попса қайдағы жоқты айтпа Мейнстрим мүмкін саған бір түрлі қазақша Әлде қайтадан бастадың ба өз жұмысыңды Бастамас бұрын дұрыстап ал комик сияқты тұрысыңды Махаббат тақырыбында жаза бастағанда Көбісі көре алмай шықты маған қарсылыққа Тырнақтың астынан кір іздеп таба алмады Өйткені мойындаңдар Смити рэпер адалды Көптен күткен жаз мезгілі келіп алды Есіме енді алмаймын сен сияқты мұнда Еркелік керек емес маған жымиғаның Маған жетеді жай ғана сен мені ұмытқаның Ал енді неге сөйлеспейсің менімен неге мені менсінбейсің неге сенің оққа қарып саған қарай өткізбейді Көптеген тректеріңде қыздарды сен лақтырғансың Ал қазір сені лақтырды деп халықты алдайсың Сонда бұл қалай болды қайдағы адал емсейсің Енді жақсы болар еді бәріне жауап берсең Адамның қысқа өмірінде көп нәрсе болады 20 жасымда көтеріліп талай құладым Сен де бауырым қыздарды лақтырғансың мен білемін Соны достарыңа мақтанып әрине айтып бергенсің Ал мен достарыма емес тыңдармандарыма айтамын Ештеңені жасырмаймын қайталаймын мен адалмын Уақыт өте кезде болған қаншықтар сені лақтырған сен бәрінен жасырдың ал мен тыңдарманға адалмын Түсіндің бе әлде мені әлі фейк дейсің бе Мен емес хоми өзіңе жауап бермейсің бе Жауап жоқ па мен айтайын мына халыққа қара Егер мен фейк болсам олар менен хит тосама Ұмытып барамын тағы бір нәрсе айтайын Пенис жемеңдер папса деп соңғы сөзімнен кейін Адамның өз қалауы қандай стильде айтса да Рэп немесе R&B өзім білемін не айтсам да Айо мамен усап Ассалаумағалейкум бәріңізге Бұл жерде Смити a.k.a. Black Solo from G-Force from AK Production Айо, мен қайта келдім Қазақ рэпінің төріне Көптен күткен гетто романтик альбомын қабыл алыңыздар